Мына роботтар тобы қазірдің өзінде BMW зауытында автомобильдер құрастырып жатыр. Фигур компаниясы осы жылдың басында BMW мен серіктестік орнатып, ақш-тағы өндірістік орындарға жалпы мақсаттағы роботтарын орналастырды. Қазіргі кезде олар адам араласпай-ақ күн сайын мыңдаған жұмыс циклдарын орындай алады. Фигур 2 роботы бұрынғыға қарағанда 7 есе тиімдірек, 4 есе жылдам жұмыс жасайды. Мына видеодан қарасаңыздар, роботтардың электромобильдер батареясының бөлшектерін көтеріп, орнын ауыстырып, мұқият орнатып жатқанын анық көруге болады. Фигур роботтарды тек қана өндірістерде ғана емес, үйлерде де пайдалануды көздеп отыр. Олардың басты мақсаты миллиондаған осындай роботтарды үй жағдайына енгізу. Оны жүзеге асыра да алады, себебі бұл жобаны OpenAI, Microsoft, Nvidia сияқты ірі компаниялар қолдап жатыр. Айтпақшы, Илон Маск алдағы 10 жылда 10 миллиардтай робот сатпақшы. Жасанды интеллектке қатысты толық ақпарат білгің келсе, маған тіркелуді ұмытпа. Осы постты өзіңнің досыңмен бөліс.